Сергей Николаевич Сергеев-Ценский 1875 жылы 30 қыркүйекте туған орыс кеңес жазушысы. Сергеев-Ценский шығармаларын 1901 жылдан бастап жариялай бастады. 20 жылдары Сергеев-Ценский 4 шағын әңгіме жазды. Чудо, жестокость, грозу. Өткеннің мәдени мұрасы туралы мәселе өткір тұрған кезде Сергеев-Ценский тарихи тақырыпқа жүгінеді. Оның шығармаларының кейіпкерлері орыс әдебиетінің 3 классигі Лермонтов, Гоголь, Пушкин болды. Сергеев-Ценскийдің қаламынан Лермонтов туралы 3 пьеса: «Поэт и чернь», «Поэт и поэтесса», «Поэт и поэт» жарық көрді. Ол 3 пьесаны біріктіріп, толықтырады. Нәтижесінде Мишель Лермонтов романы дүниеге келеді. 1928 жылы Сергеев-Ценский Гоголь өмірінің соңғы күндері туралы баяндайтын «Гоголь уходит в ночь» трагедиясын жазады. Севастопольская страданы жазбас бұрын тарихи дереккөздерді зерттеу бойынша қыруар жұмыс істеді. Севастопольская страдада 2 Ресей бар. Біріншісі крепостнойлық, самодержавиялық Ресейді, екіншісі халықтық Ресей. Севастопольская страданы аяқтағаннан кейін жазушы бұл тақырыпты одан әрі жалғастырады. Вице-адмирал Корнилов, Малахов, Курган, Лапонины пьесалары жазылды. 30 жылдары Сергеев-Ценский бірінші дүниежүзілік соғысты көркем әдебиетте көрсету үшін жұмыс істейді. Нәтижесінде «Зауряд полк» және «Массы, машины, стихи» романы жарық көрді. «Преображение России» шығармасының екінші романы «Лютая зима» дегендей атауымен шықты. Соғыс жылдарында Сергеев-Ценскийдің әдеби жұмысы қарқынды және нәтижелі болды. Ол әскери тарихи тақырыпта әңгімелер мен повестер «Гвардеец коренной», «Гренадер», «Семен Новиков», «Флот и крепость», фашизммен күрескен адамдар туралы әңгімелер «В снегах у края воронки», «Хитрая девчонка» жазады. «Бурная весна» және «Горячее лето» романдарын аяқтайды. Бұл романдарды басты тақырыбы соғыстағы адамдар. Сергеев-Ценский КСРО ғылыми академиясының толық мүшесі болып сайланады. Оған филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін беріледі.